Сәлем баршаңызға. Мен бұл каналда ашқан себебім, қазағымның қариялары, жастары, тіпті кішкентай балалары, шет елдің балдарындай, жастарындай және қарияларындай салауатты өмір сүрсе екен, ауруды мүлдем ұмытса екен деген ниетпен ашып отырмын. Осыған орай адамның денсаулығын өзгертіп қана қоймай, қаржылық жағдайын көтеретін, бай қуаттыққа апаратын табиғи өте ұсақ тікелей қанға өтіп, адамзатқа денсаулығын жөнге келтіріп қоймай, құлан таза жазылып кетуіне себеп болатын табиғи өнім. Адамзатқа бақыт сыйлайтын өнім туралы айтпақпын. Видеоны аяғына дейін көріңіздер. Сіздер бұрын соңды естімеген көптеген ақпаратпен бөлісемін. Мен каналды енді бастап жатқандықтан сіздердің қолдауларыңызды сұраймын. Маған тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Менің айтайын деп отырған өнімім нарықтағы өнімдерден айырмашылығы 5 түрлі айырмашылығы бар екен. Біріншісі, қалай қолдануға болады? Ең негізгі айырмашылығы технологиясы. Жеміс-жидек, емдік шөптерге импульспен әсер етудің арқасында жасуша мембранасын жұқартып, пайдалы микроэлементтерді, биофлавоноидтарды, табиғи қышқылдарды, антиоксиданттарды, отрицательный заряд арқасында олардың емдік қасиетін күшейтеді. Осы күшейтілген қоспа аккумулет есе технологиясымен жасалған дрожжи, қазақша айтқанда мұз кәмпит. Екінші айырмашылығы пайдалануында. Мұз кәмпитті тілдің астына қойылу арқылы тамырдан оңай қанға өтіп, адамның бүкіл денесіне тарап, қай жері ауырып тұр, соған әсер етеді. Мұз кәмпитте отрицательный заряд минус, денедегі ауырып тұрған жер плюс заряды. Бұл таза физика заңы. Екі заряд тартылып, сол жердегі кеселді жойып, ағзаны қалпына келтіреді. Үшінші айырмашылығы қолдануға ыңғайлы. Мұз кәмпиттен нәтиже көру үшін бар болғаны тілдің астына қоясың. Ол өзінің жұмысын әрі қарай жасай береді. Ішуге судың қажеті жоқ. Тамаққа дейін, тамақтан кейін деп басыңды қатырмайсың. Қай уақытта, қай жерде жүрсең де, үйдесің бе, жұмыстасың ба, жолда жүрсің ба, өте ыңғайлы. Төртінші айырмашылығы өте дәмді, тәтті. Мысалы, кішкентай балдарды дәрі ішкізу өте қиын, ащы деп жылап, төгіп шашып ішпей жатады. Ал мұз кәмпитті берсек, қуана аузына салады. Ертесіне тағы да өзі сұрап жейді. Бұл өнім үлкен кіші демей, бәріне денсаулық береді қысқа мерзімде. Ұрпақтарымыздың дендері сау, ақылды азамат болып өсуіне кепіл. Бесінші айырмашылығы табиғи қауіпсіз. Бұл өнім жаңа туған баладан қарияға дейін пайдалануына болады. Тіпті аяғы ауыр әйелдер мен емізіп жүрген аналарға да жарайды. Құрамы табиғи өнімдер, жеміс-жидектер мен емдік шөптердің сығындысынан жасалған, ешқандай кері әсері жоқ. Бойда ауруды жойып қана қоймай, енді қайталанбайтын етіп түбегейлі жоқ қылады. Бұл табиғатта ең пайдалы элементтерді мұз кәмпиттерге қосып, сіздерге ұсынып отыр. Бұдан шығатын қорытынды керемет технологиясы ешқандай жерде, ешкімде көшірмесін жасай алмайды. Қарапайым пайдалануға ыңғайлы, дәмді, табиғи және қауіпсіз. Мұндай өнім дүние жүзінде жоқ. Сондықтан да мен осы өнімді таңдадым. Өзіме, отбасыма, немерелеріме беріп, бай қуатты өмір сүру үшін, ал сіз осы өнімді қалар ма едіңіз? Ең бірінші ағзаны тазалау үшін Мэлс өнімі. Бұл паразиттерден тазалайды, бойдағы 250 түрлі паразиттерден қорғайды. Альт, бұл аллергиядан, бойдағы аллергия туғызатын паразиттерден қорғап, денені ағзадан тазалайды. Одан кейін Хепер бауырды тазалайды, бауырдың жұмысын жақсартады, бауырдың қызметін арттырады. Одан кейін Гроудың құрамында
320 антиоксидант бар. Өткенде карантин кезінде бүкіл жер шарында компаниялар конкурсқа өздерінің продукциясын ұсынған, иммунитет көтеретін. Сол компаниялардың ішінде осы Grow біздің витаминіміз бірінші орын алып, диплом алған, ең керемет иммунитет көтеретін өнім деген. Одан кейін SCI деген, ол асқазанның қыжылын басады, асқазанның жұмысын дұрыстайды. 3 құрылыс болғаннан кейін асқазанда, ішек қарында бәрі кіреді, соның бәрін реттеуді атқарады. Одан кейін норм деген өзінің аты айтып тұр, норма. Қанның құрамындағы шекерді нормада ұстау, қанның құрамын тазалайды. Одан кейін любой адамның бойында ауру пайда болады, мына стресстен дейді ғой. Релакс деген өнім, осы адамды тыныштандырады, ұйқысы бұзылған адамдардың ұйқысын жақсартады. Одан кейін GTS деген өнім, негізінде мына орысша айтқанда хронический усталость дейді ғой, адамдардың бойына қуат береді, шаршағанын басады, сондай өнім. Одан кейін селт деген мына буындардағы бұлшықетпен жұмыс істейді, мына сіңірлермен, шеміршектермен жұмыс істейді, буынның ауырған буындағы сұйықтықты қалпына келтіреді. Одан кейін стоп деген мынау өте керемет, адамның ауырсынған жерін басады, қан айналымын дұрыстайды, давлениені басады, сондай өте керемет өнім. Ендігі әйел адамдарға, ер адамдардың арналған Power деген өнім. Бұл әйелдердің бойындағы женский проблема дейді, соның бәрін шешуге көмектеседі. Одан кейін ер адамдардың бойындағы да, еще ер адамдардың Power өнімі, бұл бүйрекпен де жақсы жұмыс істейді, салқын тиген кисталарды, сондай жағдайларға көмектесе бастайды. Енді соңында айтарым, келесі видеоларымда EPL компаниясының 17 түрлі мұз кәмпиттері бар. Соларға жеке ауқымды түрде түсіндіремін. Видеоларымды өткізіп алмас үшін маған тіркеліп лайк басыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.